балаға келді ғой. Кім сенің Раббың деді. Сенің де менің де әлем Раббысы Алла деді. Жаңа нөкерлерге айтты, мына баланы алыңдар да дейді, таудың басына апарыңдар дейді. Ана хадисте шыңның атын айтады енді. Ұмытып қалыптым шың. Сол шыңға апарыңдар, пәлен деген шыңға. Сөйтіп сол жерге барып сұраңдар дейді, Раббысы кім екен. Егер мен айтса, онда жіберіңдер, Алла десе, онда лақтырыңдар дейді, құздың басынан. Құздың басына барады да сұрайды ғой. Алла дейді ғой. Бала же кішкентай бала Алла. Алла құздан лақтыруға әрекет жасаған кезде Аллахумма кфинихим бима ши'та деді. Я Алла, олардан мені өзің қалаған жолмен құтқара көрші деді. Дұға ғой. Бұл дұғаны пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям да айтқан. Қашан айтты? Қашан айтты? Шобаласып тұр, бірақ шобаласып тұр. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды Меккеден Мединаға хижрет етіп бара жатқан кезде Сурақа ибн Мәлик деген кісі қуат, жүз түйе тігеді ғой пайғамбар басына. Сол қуып келе жатқан кезде пайғамбар кішкентай қалған кезде осы дұғаны айтады. Сол кезде атының екі аяғы кіріп кетеді де өзі жерге қадалады жаңағы Сурақа ибн Мәлик. Сол кезде пайғамбар Аллахумма кфинихим бима ши'та деген дұғаны айтқан екен. Я Алла, бұлардан мені өзің қалаған жолмен құтқара көр дейді. Бұл дұға бәрімізге керек бұл. Өйткені өмір ғой, әркім зұлымдық шекіп қалуы мүмкін да. Сол зұлымдық шеккен кездегі айтылатын екінші дұғаны өтіп жатырмыз біз, иә? Өткенде бірінші дұғаны айтқанбыз, ол не? Ибрахим алейхиссаламның хасби Аллаху ва ни'мал уакил деген. Сөйтетте жаңағы дұғаны айтқан кезде құз сілкінеді былай. Құз сілкінген кезде нөкерлердің барлығы түсіп кетеді. Жерге дейін парша-парша шығады жаңа нөкерлердің ше. Бала келе жатты дейді, сарайдың ішіне кіріп кетеді. Не болды? Кафани Алла, маған Алла жеткілікті болды дейді. Жа бала. Алла маған жеткілікті болды дейді. Келесі топ нөкерлерді шақырады да теңіздің ортасына апарыңдар дейді. Кемемен теңіздің ортасына апарыңдар да сұраңдар кімге сыйынады. Мен десе жіберіңдер, Алла десе лақтырыңдар дейді теңіздің ортасына. Кішкентай кемемен апарады да сұрайды, кім сенің Раббың? Алла. Сөйтеді ана баланы теңізден лақтыруға ыңғайланған кезде Аллахумма кфинихим бима ши'та дейді жаңа бала. Төңкеріледі кеме төңкеріледі ананың барлығы теңіздің ортасына батып кетеді суға. Бала теңізден келеді аман есен. Сарайға келеді де айтады ғой, патшеке дейді, мені өлтіре алмайсың бәрібір дейді. Мен саған өзім айтайын дейді, мен қалай өлтіреді. Жап-жас бала. Мен қорамсағымнан, өзімнің қорамсағымнан жебені ал дейді. Сөйтте бүкіл қауымды, мына халқың барлығын бір төбенің басына жина дейді. Ешкім қалып қоймасын дейді.